Жылаған ана үңгірі туралы аңыз. Қазіргі Түркістан қаласының қасында Бабай деп аталатын қорған бар. Сол қорғанның маңайында Жылаған ана деген кішігірім үңгір бар. Ол үңгірдің неліктен осылай аталатыны белгісіз. Үңгірден әрбір 30-40 минут сайын аққан судың дыбысы естіледі. Судың дәл осы уақыт аралығында ағуының да сыры белгісіз. Үңгірге қарама-қарсы бетте үлкен тас тұр. Егер тасқа қырынан қарасаңыз, оның адам сұлбасына ұқсайтынын аңғаруға болады. Жұрт ол тасты кемпір деп атайды. Сол тастың жоғарғы тұсынан тоқтаусыз су ағып тұрады. Құдды адам жылағандай елестейді. Үңгірге қатысты халық арасында мынадай аңыз бар. Бағзы бір заманда әлде бір жүкті әйел айы күні толып босанатын уақыты келіп, 9 ай 9 күн дегенде нәрестенің орнына шанаш пішінді ұсқынсыз құбыжық туыпты. Бұған дейін мұндай сұмдықты көрмеген жұрт қатты шошынады. Дүниеге құбыжық әкелген әйел күні-түні Құдайға құлшылық етіп күнәләрін кешіруді сұрайды. Бір күні әйелге бір кісі келіп, құбыжық балаңды алып қағбаға қарай бетте, бірақ артыңа қараушы болма, өтпесең бәрінен айырыласың, деп кеңес береді. Мұны естіген әйел баласын құшақтап жолға шығады. Ұзақ жол жүріп, әбден қажыған байғұс әйел шыдамай, артына қарай қарап қояды. Әйелдің бұрылғаны сол екен. Құбыжық бала анасының арқасынан секіріп түсіп, үңгірге қарай қаша жөнеледі. Құбыжық қашып бара жатып анасына: «Енді сен мені ешқашан көрмейсің. Мен жер бетіне ақыр заман болардың алдында бірақ шығамын», деп айғайлайды. Байғұс ана үңгірдің алдында баласын күтіп, қара тасқа айналыпты. Тас болып қалған әлгі әйелдің көз жасы әлі күнге тоқтамай ағып тұрады. Ана мүсініне ұқсаған тастың жанынан үңгірге қарай жүгірген баланың ізін бүгінде көруге болады. Бұл жер бүгінге дейін Шанаш деп аталады. Қосымша мағлұмат: бұл аңыздың бір жердегі көне көз кәрия Берік ақсақал айтқан екінші нұсқасы бар. Ол осы аңыздың қаһарманы ана емес, әке болған және әрбір 40 минут сайын көз жасын төгетін жартас жылаңқы әке деген атауға ие болған деп тұжырымдайды. Қасиетті Қазақстан картасына енген Түркістан облысында құнды табиғи ескерткіштердің бірі саналатын Жылаған ата бұлағы мен үңгірі жайлы айтамыз. Жылаған ата үңгірі Түркістан облысының орталығы Түркістан қаласынан 80 шақырымда жерде орналасқан. Қаратау жотасының Жылаған ата шатқалында Жылаған ата өзені бойындағы үңгір. Бір бай кісі болған екен, бірақ перзенті болмапты. Қартайған шағында байлыққа тойған ол, артынан осы байлықтың иесі болып қалатын ұрпақ қалдыруды ойлайды. Әйелі екеуі әулие әнбиелердің басына түнеп жүріп, иман жолына түсіп, бір күні әйелі құрсақ көтереді. Айы күніне жеткен соң әйел іркілдеген мес туады. Тау тастың арасында месті көтеріп, көзінің жасы көл болып жүре береді. 12 жылдан соң әйелдің қолындағы мес жерге түсіп кетіп, жарылып, ішінен бала жылап шығып, жар тастар арасымен қаша жөнеледі. Анасы баласының артынан жүгіріп тоқтатуға тырысады. Ал баласы, анам шөлдеп жүгіріп келе жатқан болар деп, асасын жерге бір ұрып бұлақ ашып кетеді де, қашып бір үңгірге кіріп кетеді. Анасы баласын шақырса да шықпайды. Енді осы үңгірде қалатынын, артына қарамай үйіне қайтуын айтады. Анасы баласын қанша қимаса да баласының бірге кетпейтініне көзі жетіп, көніп, үйіне бет алады. Анасы таудан шыққан соң баласын қимай артына жалт қарайды. Артына қараса, қызыл су артынан ағып келе жатыр екен. Әйел артына қараған кезде сол су жерге сіңіп кетеді. Егер әйел артына қарамағанда, сол құла түз дала жайқалған жасыл желек болады екен. Содан бастап бала кіріп кеткен үңгір
жылаған ата деп аталып кеткен. Қазіргі таңда ол жерге кей адамдар зиярат етіп барса, бірі жұмбақ құбылысына тамсанып барады. Үңгір сарқырама секілді. Бірақ сарқырамадан су үнемі ағып тұрмайды. Басына барып Құран оқыған адамдардың кейбіріне ақса, біріне ақпайды. Судың ағатын уақытын ешкім білмейді. Тіпті кейде 2-3 күн деп су ақпай тұрады екен.